Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді және де нәзік болып шығатын кекстердің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қантымыз бен жұмыртқамызды араластыратын боламыз. Венчик қолдансаңыз да немесе миксер қолдансаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Қант пен жұмыртқаны араластырғанда аппақ көпіршіктер шыққанша араластыратын боламыз. Енді келесі бізде сүтімізді қосып араластырамыз. Кішкене араластырғаннан кейін сұйық май қосамыз. Араластырып болғаннан кейін келесі ұнымызды бірнеше бөліктерге бөле отырып қосатын боламыз. Ұнымыздың барлығын бірден қосып жіберуге болмайды, өйткені кекстеріміз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан бөліктерге бөле отырып қосыңыздар. Ұнымыздың ең соңғы бөлігін және де қопсытқыш қосатын боламыз. Барлығын бір келгі арасында түйіршіктер қалмайтындай етіп араластыратын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осындай сұйықталмаса болуы керек. Енді дайын болған қамырымызды осы кекстің формасына құйып шығатын боламыз. Әдемі болып шығу үшін осындай қағаздарды қолданамын. Арнайы кекске арналған. Сіз үй жағдайында жасаған кезде осындай форманың өзіне құятын болсаңыздар, форманы міндетті түрде майлап алыңыздар, әйтпесе астыңғы жағы жабысып қалуы мүмкін. Ал бұл қағаздарды қолдансаңыздар, ешқандай майлаудың қажеті жоқ. Мен шамамен әрбір формаға 2-2,5 қасықтан құйып шықтым. Салмасына сіздер өздеріңіз білесіздер, кез келген затты қолдансаңыздар болады. Тіпті ештеңе салмасаңыздар да біздің кекстер өте дәмді болып шығатын болады. Мен ең соңында бетіне фисташка жаңғағын себетін боламын. Дайын болған кекстерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 25-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне біздің кекстеріміз осындай биік, өте жұмсақ және де нәзік болып шықты. Барлықтарыңызға осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.